Қайырлы күн достар, сіздермен мен Айгерім. Қарапайым тағамдардың бірі штрудер жасайтын боламыз. Ол үшін менімен бірге болыңыздар. Ал енді кеттік. Ең алдыменен майымызға, қазанымызға май құйып алып, одан кейін қызғаннан кейін етімізді осылай ұсақтап турап, майға салып қызарғанша жақсылап қуырып алатын боламыз. Қып-қызыл етіп қуырып алыңыздар. Одан кейін пиязымызды да салып жақсылап қуырып аламыз, қызартып. Одан кейін картопымызды саламыз. Картопымыз ірілеу етіп салып, турап, себебі қайнап піскен кезде тамағымыз езіліп кетпейтін болады. Картоптан кейін үстінен сәбізімізді саламыз. Сәбізімізді салып, тағы да араластырып жібереміз. Одан кейін тұзымызды, дәмдеуіштерімізді салып, араластырып алатын боламыз. Паприка тәтті бұрышымызды салып, бір қуырып жібересіздер. Сонда тағамдарыңыз қып-қызыл әдемі болатын болады. Үстінен суымызды құйып, жарты сағатқа бетін жауып қоятын боламыз. Пісіріп, астын жай қоямыз. Ендіше қамырына дайындайтын боламыз. Қамырына 100 мл су, жұмыртқа, тұз қажет болатын болады. Жақсылап араластырып, алдын ала ұн илегіштен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап қаттылау етіп қамыр илейтін боламыз. Мен толық рецепті описанияда жазып қалдыратын боламын. Сол жерден кіріп көрсеңіздер болады. Қамырымызды осылай қаттылау етіп иледік. Бетін жауып 5 минутқа қойып, 5 минуттан кейін тағы да илеп жіберсеңіздер, қамырларыңыз жақсы болатын болады. Қамырымызды жайып аламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк баса отырыңыздар. Менің қамырды толық жайып, кескен жерім видеоға түспей қалған екен. Қамырымызды жайып, осылай кесіп алатын боламыз. Және де үстіне май жағып аламыз. Сосын қуырылған пиязымызды ортасына салып, дәл видеодағыдай салып шығатын боламыз барлығына. Сосын осылай дөңгелек тәріздес етіп орап шығамыз рулет қылып. Шет-шетін осылай ашып аламыз. Гүл қылып. Жартылай піскен полибімізге қамырымызды жартылай салатын боламыз. Тек жартылай ғана салып шығасыздар барлығын. Сосын поливканың суына қамырымыздың үстінен дәл осылай құйып шықсаңыздар болады. Бетін жауып, жарты сағатқа жай отқа пісіретін боламыз. Тағамымыз пісіп шықты. Өте дәмді, өте керемет болып шығатын тағамдардың бір түрі. Қарапайым. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.